бүгін кез келді, сүрейін сенің есіңе, алып сатар қырғы жездеңді. Парламенттенен сенаттан, депутаттық тараптан, осы біздің халықтың қай тұрмысы жөнделді, қай шаруасы өңделді. Бір екен деп жақсының, жаңа қорғандағы бауырлар, сағанда жұмсақ төр берді. Сен айналып жүрмісің, шекесі қызған шеңберде. Құдай берген көкемізден соң, кәсіп қылған өзіңсің. Қалғыл отырып жемжеуді, жеген жылқыдай қалқада тұрып терлеуді. Депутат болсаң бола бер, сахнадан бірақ безбенді. Елді ұмытпаймын десең, аяз би салған жолгеңді. Сол жолды сенде ұстанып, босағаңа іліп қой бұрынғы жыртық жейдеңді. Ай-ай-ай. Шебер тілді деп, арқалы деп, бірлі деп, ауданың жатыр қуанып, күніміз енді туды деп, күнді тудырмасаң да, шындықты тілмен тілгілеп, ел сөзін сөйлесен бүгін, ел басқарғандарға үлгі боп. Отырған жоқ мен саған, теңіздің түбін ұңғы деп, ұңғы демекші әбеке, Каспийдің түбін бұрғылап, сұрық десік ұңғылап. Мұнайға қарық болам деп, байлықтан көзі бұлдырап, шетелдік компаниялар пұлдарынан пұл құрап, қазаққа түскен пайда сол, мұнайдан келер улы зат, бай табиғаты батыстың барған сайын құлдырап. Ұңғылардан аққан мұнайдан ластанып жатыр теңізің, қалжырап ертең қат Каспий кимесін арал кебіннің. Осы бастан ойлайық өлкеміздің өмірін, шетелдіктер өңмеңдеп өлмеуін ғана тілеп жүр, өздерінің өгізін. Қай тұздыққа басамыз өкіметтің жалғыздал Даниял деген көзірін. Осылар жайлайды әбеке, ақтасаң елдің сенімін. Ай-ай-ай.